Бәріңізге сәлем. Сіздермен бірге Алтынай Әзірбай. Бүгінгі видеомда перделер жөнінде айтайын деп отырмын. Себебі көбіне менің инста парақшамда өзімнің жекеме қандай перде пайдалансам болады, оның түстері қандайын алсам болады, қандай материал алсам болады деп сұрақтар қойып жатады. Сол себепті осы ютубтағы каналымда бөлісейін деп шештім. Терезені безендірудің өзі интерьерде қатты әсер етеді. Перделердің өздерінің екі міндеті бар. Біріншісі атқаратын қызметі, екіншісі эстетикасы. Эстетика дегеніміз оның әсемдігі, әдемілігі болып келеді. Енді перделерге тоқталсақ, біріншісі ол портьер, оны тіке қазақшаға аударымы жоқ, сол себепті сізге түсіндіріп өтейін. Портьер дегеніміз төбеден еденге дейін төгіліп тұратын қалың, тығыз материалдан жасалған перделерді айтамыз. Оларды көбіне сіз үйіңіздің терезесі панорамный болса, үлкен болса, осы портьерді пайдалансаңыз болады. Портьерді қабырғаға ілінетін карнизге ілсеңіз де болады, міне осындай вариант. Бірақ сіздің үйіңіздің биіктігін жоғары қылып көрсеткіңіз келсе, терезеге жақын емес, төбеге қарай жақын орналастырыңыз. Әйтпесе осындай өзіңізде байқап тұрғаныңыздай, сіздің үйіңіздің биіктігі қысқа болып көрініп қалады, терезеге жақындатсаңыз. Тағы бір шешімі, сіз алдын ала гипсокартоннан төбедегі немесе натяжнойдан арнайы қуыс тастап кетсеңіз болады. Бірақ қуыстың оның өлшемі қалай болады? Өлшемі шамамен 15-17 сантиметр. Бірақ сіз нақты ол өлшемге қарамау керек, себебі сіздің терезеңіздің терезе таяқшалары, подоконник деп айтылады ғой. Подоконник сіздің қабырғадан қатты шығыңқы болса, ал сіздің қуысыңыз тастап кеткен одан кішігірім болса, сіздің пердеңіз таяқшалардың бетіне түсуі мүмкін. Жерге қарай, еденге қарай төгіліп тұрмауы мүмкін. Сол себепті оны да алдын ала есептеп алыңыз керек. Терезе таяқшаларынан 5 сантиметрдей артық шығып тұру керек. Ал сіздің терезе таяқшаларыңыз ол қабырғадан шықпаса, 15 сантиметрдей алсаңыз, сіздің перделеріңіз әдемі болып төгіліп түсіп. Және тағы бір тоқталатыным, ол жиһазға да байланысты. Көбіне ас үйде кездесіп жатады. Жиһазыңызды терезесі бар қабырғаға тақап жасасаңыз, сіздің пердеңіз ол жиһаздың бетінде қалып қояды. Сол себепті қуыстың орнын тастап кеткеніңіз дұрыс болады. Көбіне біздер перде жақтағы жиһазымызға холодильник, пешімізді орнатып жатамыз. Бірақ біз ол пешімізді ашқан сайын, холодильникті ашқан сайын, біздің пердеміз ол жерге жиһаздың үстіне мініп кедергі келтіріп жатады. Сол үшін алдын ала қуысты есептеп кетсеңіз, жиһаздың артына жинақы қылып іліп кете аласыз. Келесі перденің түрі ол рим перделері. Рим перделерін көбіне сіз подоконникті, терезе таяқшаларын пайдаланатын болсаңыз, ас үй бөлмесінде столешницамен тегіс пайдаланатын болсаңыз, немесе балалардың бөлмесінде сабақ оқитын орын қылсаңыз, сіз осы рим пердесін пайдаланғаныңыз дұрыс болады. Жоғарыға көтеріп жіберіп, сол терезе таяқшаларын күнделікті пайдалана береді. Үшіншісі ол жалюзи. Жалюзидің өзі әртүрлі бөлінеді. Әртүрге рулондық жалюзилер, енді ағаштан жасалған, металдан жасалған жалюзилер болады. Енді оны көбіне біздер минимализм стилінде пайдалануға болады. Темірден жасалған түрлерін ол әдемі болып көрінеді. Оны портьерсіз пайдалансаңыз. Ал біздер көбіне қазақта портьермен әдемілеп іліп қойғанды жақсы көреміз. Енді материалына келетін болсақ, әрине перделеріңізге табиғи материалдарды пайдалансаңыз, ол әдемі көрінеді. Бірақ табиғи өте қымбат болғасын, оған ұқсас та материалдың қазір неше түрі шығып жатыр. Табиғиға жақын материалдарды пайдалану. Көбіне бетіне жылтырағы бар, жаңағыдай синтетикасы көп, жылтыраған материалдарға қарағанда барқыттан, велюрден жасалған материалдарды, льоннан жасалған материалдарды пайдалансаңыз, бұл оригинальны, жасанды көрінбейді, әдемі көрінеді. Жалпы қай материалды болса да үйіңізге жөндеу жасаған кезде табиғи жақын түстерді, табиғи материалды пайдалансаңыз, өзіңізді шаршатпайды. Түстеріне келетін болсақ, пердеге декор ретінде қарамау керек. Ол толық интерьердің бөлшегі болып есептеледі. Сол үшін сіздің пердеңіздің түсін, мысалы қабырғаңыздың түсі, мысалы менің артындағыдай
пердеңіздің түсін қабырғаның түсесіне сәйкес келсе, ол ұтымды вариант болып келеді. Және тағы бір айтатыным, одан өзгеше қылғыңыз келсе, өзіңіздің қабырғаңыздың түсіңізден қоюлау, қанықтау, бір-екі түсті қоюлау пайдалансаңыз болады. Осы түстен қою түсін, басқа түс емес, қою түсін пайдалансаңыз әдемі болып келеді. Үлкен суреті бар перделерді пайдаланбағыңыз дұрыс. Олар сіздің үйіңізді кішкентай қылып көрсетеді. Суреті бар, сондай перделерді жақсы көрсеңіз, суреттері кішігірім келген нежный суреттер бар перделерді пайдалансаңыз, оны көбіне балалар бөлмесіне және арасында қонақ бөлмесіне де пайдалануға болады. Бірақ әсірелеп жібермеңіздер. Соңында айтам деген интерьердегі түстердің заңдылығы жөнінде айтайын. Интерьерде жалпы түстер 3%-ке бөлінеді. 60, 30 және 10%. 60% ол негізгі түстер, основной түстер. Негізгі түстер ол сіздің қабырғаңыз, пердеңіз. Менің айтайын дегенім, перде ол негізгі түске кіреді. Оны декор ретінде пайдаланбаңыз дегенім сол. Ол қабырғаңыздың жалғасы болып кету керек. Үйіңіздің толық жалғасы болып кету керек. Екіншісі ол қосымша түс. Қосымша түс дегеніміз, мына суреттерді қараңыз, қосымша түстер. Сізге ұнайтын түстерді 30%-ін пайдаланасыз. Онда да қанық түстер емес. Мысалы, сіздер диваныңызға, кейбір қабырғаларға, өзіңізге бір жерге акцент бергіңіз келген жерге ғана осындай қосымша түстерді пайдалануға болады. Үшіншісі, аксессуар ретінде пайдаланатын түстер, олар мысалы декорларға, жастықтарға, картиналарға қанық осындай яркий түстерді пайдалансаңыз болады. Олар өзіңізді шаршатса, уже басқа түстерге ауыстыра бере аласыңыз. Ал пердені сіз мысалы 5-10 жыл бойы ілініп тұрады. Сол себепті пердені қанық түстен көрі негізгі түстерді пайдалансаңыз, ол ұзақ сізді шаршатпайтын болады. Осы видеоны жан-жағыңызда жөндеу жасап жатқан, немесе үйіне перде таңдай алмай жатырған адамдарға бөліссеңіз, көптен көп рахметімді айтамын. Пайдам тиді деген ойдамын. Бүгінгі видеода өзіңізге керектіңізді алды деген ойдамын. Келесі видеода жүздескенше сау болыңыз.